Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге құймақ әзірлейтін боламыз. Бізге ол үшін 2 жұмыртқа, 3 аш қасық шекер, 3 аш қасық сұйық май, 200 грамм ұн және 200 грамм сүт және 200 грамм қайнатылған су керек. Яғни бірінші 2 жұмыртқаны жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Жұмыртқамыз бірыңғай араласқаннан кейін оған алып келіп құм шекерді қосамыз. Құм шекерді қосып жақсылап араластырамыз. Құм шекеріміз ерігенге дейін. Одан кейін барып сұйық майымызды құямыз. Жақсылап бір қалып масса пайда болғанша араластырамыз. Кейін барып аздан ұнымызды қосып араластырамыз. Яғни бізде қоюланған масса пайда болу керек. Ұнымызды аздан қосып отырамыз. Бірден қоссаңыздар, ұндарыңыз іртік-іртік болып қалуы мүмкін. Енді ұнымызды араластырып болған соң азғантай мөлшері қалады. Ойға дейін біз сүтімізді құйып, аздан құйып, массамызды сұйықтатамыз. Барлық сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Бізде ұнымызды әкеп қосып, тағы да араластырамыз. Енді ары қарай жақсылап араластырамыз. Ұнымыздың бәрі іртігі тарағанға дейін қайнап тұрған ыстық суымыздан аздан мөлшерден құя отырып араластырамыз. Ыстық суды бірден құймаймыз, себебі ыстық суды бірден құйсақ, жұмыртқамыздың пісіп кету қаупі бар. Бұл менің рецептіммен 20-25 штук блинчик шығады. Ары қарай жарты қасық тұз салып, жақсылап тағы бір араластырып жібереміз. Осындай сұйық масса пайда болды. Енді табамызды жақсылап қыздырып алып, сұйық маймен жақсылап майлаймыз. Одан кейін барып бір қалыпты шеңбер қылып массамызды құямыз. Бірінші беті піскен кезде, құрғақ болған кезде екінші бетіне аударамыз. Ары қарай осылай пісіре береміз. Тағы да ескертетін жағдай, табамыз міндетті түрде қатты отта ыстық болып тұру керек. Табамыздың бетін майлап отыруды ұмытпаймыз. Осылай пісіре береміз. Сәттілік. Мінекей достар, біздің құймағымыз дайын болды. Бұл әрі жылдам әрі тез дайындалатын құймақтың рецептісі. Міндетті түрде осы рецептімен әзірлеп дайындап көріңіздер. Құймағымыздың тесіктері өте көп, жұмсақ әрі өте дәмді құймақ пайда болды. Ал достар, олай болса каналыма тіркеліп, лайк бас, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.